Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 93-ші сабағымызды бастаймыз. Теңдеу. Теңдеу шешуді үйренесің. Бірінші есеп. Балалар халық аспаптар ансамблінің концертіне келді. Әлия мен Сырымға теңдеулерді оқуға көмектес. Белгісіз компоненттерді ата. Теңдеулерді шеш. 5 қосылған x тең болады 7. Біздер x-ті табу үшін 7-ден 5 азайтамыз. Ол бізде 2-ге тең болады. X орнына 2 қоямыз. 5-ке 2 қосқанда ол 7-ге тең болады. Келесі, x қосылған 2 тең болады 5. X-ті табу үшін 5-тен 2-ні азайтамыз, ол 3-ке тең болады. X орнына 3-ті қойып тексереміз, 3 қосылған 2 ол 5-ке тең болады. Екінші есеп, теңдеуде амалдың қандай компоненттері белгісіз. Теңдеуді шешіп, оның дұрыстығын тексер. А азайтылған 5 тең болады 3-ке. А-ны табу үшін 3-ке 5-ті қосамыз, 8-ге тең болады. А-ның орнына 8 қоямыз, 8-ден 5 алғанда 3-ке тең болады. Келесі, 8 азайтылған b тең болады 3. b-ны табу үшін 8-ден 3 азайтамыз, ол бізде 5-ке тең болады. b-ның орнына 5 қоямыз, 8 азайтылған 5 ол 3-ке тең. Есіне түсір, егер айырманы мәніне азайтқышты қоссаң, онда азайғыш шығады. Егер азайтқыштан айырманы мәнін кемітсең, онда азайтқыш шығады. Үшінші есеп, егер теңдеуді шешсең, Әлияның билетіндегі қатар мен орынды анықтайсың. Қараңыздар, бізде мысалы қатар табу керек. 40 қосылған x тең болады 50 дейді. X табу үшін 50-ден 40 азайтамыз, ол 10-ға тең болады. X орнына 10 қоямыз, 40 қосылған 10 ол 50-ге тең. Олай болса, қатар 10-шы қатар. Енді орынды табайық. 10 азайтылған x тең болады 6. X табу үшін 10-ын 6 азайтамыз, 4-ке тең болады. Сонда 10-ан 4 алғанда 6, 2 жағы тең. Олай болса, 10-шы қатар 4-ші орын екен. Төртінші есеп, есепте досынды тексер. 6-ға 4 қосамыз, 10-ға тең болады. 7-ге 3 қосқанда 10-ға тең болады. 3-ке 4 қосқанда 7 болады. 100 азайтылған 10 90-ға тең болады. 80-ден 50 азайтқанда 30 болады. 20-ға 40 қосқанда 60 шығады. Келесі, 2-ге 6 қосамыз 8 болады. 10-нан 7 алғанда 3 болады. 7-ге 2 қосқанда 9 болады. 100-ден 80 азайтқанда 20 шығады. 90-нан 60 азайтқанда 30-ға тең болады. 40-тан 30 азайтқан кезде 10-ға тең болады. Бесінші есеп, сағаттарда концерттің басталу және аяқталу уақыты көрсетілген. Концерт қанша уақытқа созылды? Сағат үлгілерін пайдаланып, өзін тапсырма құрастыр. Басталу уақыты 5 сағат, сағат 5-те, аяқталу уақыты сағат 8-де. Созылды қанша сағат? Олай болса, 8-ден 5 айтамыз, 3-ке тең болады. Жауабы, концерт 3 сағатқа созылды. Одан кейін өзіміз тапсырма құрастырайық. Мысалы, басталу уақыты сағат 2-де, аяқталу уақыты сағат 7-де деп жаздық, суретін салдық. Енді қанша уақытқа созылды екен табайық. 7-ден 2 азайтқанда 5-ке тең болады. Жауабы, концерт 5 сағатқа созылды. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.